Алланы зікір етуге ынталандыру. Алланы зікір ету. Хадис. Мұхажир болу бақытына ие болған Хазіреті Юсайра радиаллаху анха айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм бізге бұлай деп бұйырған еді. Уа әйелдер қауымы, Алланы тәсбих, тахлил, тахдис етіп, үздіксіз ұлықтаңдар. Мұны саусақтарыңмен жасаңдар. Себебі саусақтар қиямет күні сұраққа тартылып, олардан сөйлеу талап етіледі. Алланың мейірімін ұмыттырып жіберетіндей ғафылдыққа түсуден сақтаныңдар. Ассаламу алейкум қадірменді тыңдармандар. Бүгін сіздерге Алланы зікір ету жайлы айтатын боламын. Ал сіздер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма подписация етіп тіркеліп, лайк басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Хадиске түсіндірме. Тәсбих шариғи терминологияда Субханаллах деген секілді сөздермен Алланы ұлықтау һәм дәріптеуді білдіреді. Парыз намаздан соң Субханаллах деу, яғни тәсбих ету сүннет. Тахлил, ла илаха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ деп, Алланың жалғыз екенін айтып ұлықтау. Затында, сипатында, істерінде Алланың жалғыз әрі теңдесі жоқ екенін мойындап, оған еш нәрсені серік етіп, қоспау керектігін білдіреді. Жәннат қазыналарының бірі болған осынау қасиетті сөз адамның жүрегіне тыныштық сыйлайды. Құранда Алла тағала ендеше біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып, толық қанағаттанады деп баяндаған. Тахдис Субханал маликил қуддус, суббухун худдусун роббул малаикати варрух секілді сөздермен Алланы еске алып, барлық кемшілік атаулыдан пәктеп, ұлықтауды білдіреді. Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің жұбайларына қарата бұлай дейді. Уа пайғамбардың жұбайлары, сендер өзге әйелдер секілді емессіңдер. Сендердің орындарың басқа әйелдерден бөлек. Сендер Алланы лайықты түрде ұлықтауға, оған қарсы келуден барынша сақтануға һәм өздеріңе лайықсыз іс-әрекеттерден аулақ болуға тиіссіңдер. Міне, сондықтан да бөтен ер адамдарға тіл қатқандарыңда қылымсып, назданып сөйлемеңдер. Жүрегінде дерті бар, әйел құмар, әлде-кім шайтанның уәсуасасына еріп, өздеріңнен дәмеленіп жүрмесін. Сөйлеген сөздерің жақсы әрі салмақты болсын. Сыртта маңызды шаруаларың болмаса, байсалдылық сақтап, үйлеріңде отырыңдар. Ал сыртқа шығу қажет болған жағдайда, исламнан бұрынғы надандық дәуіріндегідей сәнденіп, сымбат көріктеріңді ел жұртқа паш етіп шықпаңдар. Намазды кемеліне келтіріп, уақытылы әрі үзбей оқыңдар. Зекеттеріңді толық беріңдер. Қысқасы, Аллаға және елшісіне не бұйырса да, не нәрседен тыйса да, қалтқысыз мойынсұныңдар. Уа пайғамбар отбасы, Алла сендерді настық атаулыдан толық арылтып, әбден тазартып, пәк етуді қалайды. Үйлеріңде оқылып жатқан Алланың аяттарын және пайғамбар хикметін, сүннеттерін жадыларыңа жақсылап түйіп алыңдар. Шүбәсіз Алла латиф, шексіз ілімімен жүрек түкпірінде жатқан ең құпия сырлардың бәрін білуші, хабир, бәрінен толық хабардар болушы. Келесі аятта Аллаға мойынсұнған мұсылман ерлер мен мұсылман әйелдер, шын жүректен иман келтірген мүмін ерлер мен мүмін әйелдер, хақ діннің барлық үкімдеріне қалтқысыз бағынған ерлер мен қалтқысыз бағынған әйелдер, сөздері мен іс-әрекеттері түзу
әрі шынайы болған шыншыл ерлер мен шынайы да шыншыл әйелдер, сабырлы да табанды ерлер мен сабырлы да табанды әйелдер Алланың алдында өте ізетті әрі кішіпейіл болған ерлер мен сондай инабатшыл әрі кішіпейіл болған әйелдер Алла жолында мұқтаждарға зекет садақа беретін ерлер мен зекет садақа беретін әйелдер, ораза ұстайтын ерлер мен ораза ұстайтын әйелдер, арын сақтап абыройларын күнәдан тыйған ерлер мен арын сақтап абыройларын күнәдан тыйған әйелдер, сондай-ақ Алланы көп еске алатын ерлер мен Алланы көп еске алатын әйелдер бар ғой. Міне Алла осынау өзгі жандарға ерекше кешірім мен үлкен сый-сияпат дайындап қойды деп баяндайды. Құран аяттары пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләмнің жұбайларына қарата айтылғанмен барша мүмин мұсылман әйелдерге қатысты. Алла тағала қасиетті аяттар арқылы мүмін әйелдерді үнемі Алланы зікір етіп, кемшіліктен пәктеп ұлықтауға, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыюға және Құран аяты мен пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләмнің өсиетіндегі терең хикметтерді түсініп, олармен амал етуге шақыруда. Мысалы, әйел кісіге ері жұмыста болған кезде үй шаруасымен айналысып, бала шағаға қараумен қатар, өзінің рухани байлығын арттыру мақсатында Құран немесе жақсы уағыз тыңдауына болады. Бұл әйел кісінің рухани байлығын арттырып қана қоймай, уақытының да тиімді өтуіне кепіл болады. Сондай-ақ күнәдан бойын аулақ ұстауға көмектеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің мұны саусақтарыңмен жасаңдар, себебі саусақтар қиямет күні сұраққа тартылып, олардан сөйлеу талап етіледі деген сөзіне келер болсақ, қиямет күні қол, аяқ, көз секілді дененің әрбір мүшесіне тіл бітіп, не істегені, қандай мақсатта, не үшін қолданылғаны жөнінде Раббысына есеп береді. Сол кезде Алланы үздіксіз зікір етіп, кемшілік атаулыдан пәктеп, ұлықтаушы мүмін әйелдердің саусақтары, олардың бұл ісіне Раббылары алдында Алла нәсіп етсе куә болады. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләмнің өсиетіне құлақ асып, саусақтарымызды қолдану арқылы Раббымызды еске алып ұлықтау біздерді Алланың мейіріміне бөлесе, зікірді тастап қою адамды көптеген жақсылықтан махрұм етеді. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм Алланың мейірімін ұмыттырып жіберетіндей ғапылдыққа түсуден сақтаныңдар деп ескертуде. Алланы зікір етуде адам үшін өте үлкен пайдалар бар. Соның бірі, үнемі зікір айтумен жүретін адам жаман ойдан алыс болады. Психолог мамандардың айтуы бойынша, адамға оның еркінен тыс күніне 60-70 мың ой келеді екен. Оның ішінде жақсысы бар, жаманы бар. Адам нәпсісі жамандыққа тартып тұратыны себепті оған көмекші сыбырлаушы шайтан бар. Жаман ойдың көбірек келу ықтималдығы басым. Ал үнемі тілі мен ойы зікірден босамайтын адам жаман ойға көп берілмесі анық. Зікірдің тағы бір пайдасы һәм сыйы, сіз Алланы еске алған уақытта Алла тағала да сізді еске алатынын ұмытпаңыз. Пенде үшін жұмыр жердің бетінде Раббысының құзырында еске алынудан асқан бақыт бар ма? Бұл ақиқат Құранда былайша баяндалады. Ендеше сендер мені әрдайым жат етіңдер, яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар. Сонда мен де сендерді ескеремін. Адамға берілген ең үлкен нығметтің бірі алтын уақытты Алла тағаланың мейіріміне жетелейтін, пайдалы да салихалы істермен өткізу. Нағыз мұсылманның сипаты. Әрі неткен бақыт десеңізші. Алла тағала баршамызды өзінің көп еске алатын құлдарынан қылсын. Әмин. Құрметті тыңдармандар, видео ұнаса каналыма тіркеліп,
лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар.